Bismillahirrahmanirrahim. Аллаға сан шүкірлер болсын. Алматы облысындағы Көлсай көлдері маңына келдік. Мына бірінші Көлсай көлі. Керемет енді, машалла. Осындай орман алқаптары жайлаған. Аю, қасқыр, бүркіттің түрлері, тағы және бір түрлері бар. Машалла, керемет екен. Ормандағы системаны білесіздер. Жапырақ түсіп, жапырақ түскен шірігенін астынан неше түрлі микро-макро элементтер, организмдер, микро-макро организмдер жеп оны қосып табиғи биогумус өндіреді. Мына керемет, машалла. Не деген табиғат алаң қалауымен. Қалай табиғат, бауырым? Алхамдулилля, керемет. Мощный ма? Ойлана бермей келу керек екен негізі. 1000 рет айтқанмен 1 рет көзбен көр. Машалла. Керемет. Мына сіздерге қазір ормандағы системаны көрсетем. Біз үнемі айтамыз ғой, гумус деп. Сол гумус осы жердің бетіндегі құнарлы қабатын айтамыз, гумус деп ше. Ол орманда ол табиғи жүріп жатыр да. Яғни мына шөптер, жапырақтар, неше түрлі нәрселер осы жерге түсу арқылы қурап, шіріп, оны жаңа шылаушын бар, қырғаяқ бар, ешек құрт бар, заузақ қоңызы бар, неше түрлі сондай микро-макро организмдер жеу арқылы осы жерде табиғи биогумус өндіріп отыр. Яғни мына ағаштардың барлығы сондай құнарлы жерде өсіп жатыр да. Қандай өсімдік ексеңіз де шыға берді, өйткені олар табиғи байытылған да. Аллах тағала сондай бір оларға миссия беріп қойған, жаңағы микроорганизмдерге. Осы өздері қорық тенеді, ал олардан шыққан жаңа әжетханасы гумус болып саналады, яғни табиғи биогумус та. Мына қарасаңыздар, мына жерді қап-қара болып тұр мына. Машалла. Осы негізгі қабаты осы бізді жердің гумусы ше. Бізде жылдан жылға неше түрлі пестицид, гербицид, химиялар қолданған соң біздегі қаладағы, жалпы полиядағы жерлердің құнары кетіп жатыр. Ал мына жер мына ағаштың өзі шіріп жатыр мына жерде ше. Керемет. Ал мына жерде сіздердің көздеріңізше аштым, мына шылаушын жүр. Осы табиғи биогумус өндірді. Машалла. Осы біз қазақ жеріне шығырлап жүргеніміз осы да. Жердің гумусы әр 10 секунд сайын 1 гектар жер өледі екен жалпы ше. Жер әлемінде бар, жер планетасында, өйткені жылдан жылға өліп жатыр да жердің құнары ше. Міне сол үшін осы шылаушынды біз жаппай биогумус өндіру үшін пайдалануымыз керек, бағуымыз керек. Сондай бір кішкентай Аллах тағаланың жаратылысын өзімізге керек нәрсеге пайдалану керек. Машалла. Осылай бауырлар. Аллах тағаламыз сіздерге де осы Көлсай көлдерін көзбен көруді нәсіп етсін. Әрбір табиғаттың нығметінен пайда алуды, шүкір етуді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.